Арсенал Ливерпуль ойнатты ғой. 2-0 болды. Басқа не болған осы? Амангелдіге жыным келіп тұр. Не білсін шығармадым екен. Әлде 10 кластағы ағам айтсам екен. Соны ойлап отыр. Оның несін айтасың? Жүргендікті былай айтасың, апайлар өшіне өкілерді ғой. Барамыз ғой, кішкене сені басылсын. Отыра тұршы. Апайлар дерді тұрмай. Шығар. Ой, жақсы досым. Маған әкем ұрсады. Давай. Кімсің сен? Пионермін. Неше оқисың? 7 оқимын. Не отырсың? Үйге баруға қорқып тұрмын. Неге? Таяқ жедім. Кімнен? Кластарға Амангелдіден. Не үшін? Білмеймін. Бір жерің ауырды ма? Я, шекем ісіп кетті. Жүр, үйің жұмда ғой, апарып тастайын. Жоқ, үйге барсам әкем өлтіреді. Неге таяқ жейсің сүмелектеп? Жоқ, ұрыспайды, жүр, тамақ жейтін мезгілі болды ғой. Жақсы. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мына пионерді жолда көріп бірге келе жатқанымыз сау болыңыз. Рахмет. Әй бала, манадан бері қайда жүрсің? Сабақ әлде қашан бітпеді ме? Әй, шекең ісіп кетіпті ғой. Не болды, кім тиді? Амангелді екеуміз шекісіп қалып едік. Қайда, қай жерде, бері қара. Еңбек сабағында. Өзіңдей баладан таяқ жеп ынжық неме. Жақсы болған екен. Мен апай болсам сол таяқ жеп жатқан жеріңде бірге басыңды жарар едім. Бос белбеу неме. Мынаны әке көрмесін. Бар тезірек, тамағыңды іш те, шарбақ жина, отынды жар. Тым болмаса күшіңді жұмысқа жұмса. Бар. Жұрттың малдары көп пысық, біздікі жұрт кластасына таяқ жеп. Болар бала боғынан дейді. Қатарынан қалманы айтамыз да отырамыз, қайтеміз бағыз. Жуас қой, жуас. Ертең апайына барып айтпасам, осыны бір пісіртші деп. Ұстаздар сөз өтеді ғой, рахметімді жеткізейін. Не керек, талай жақсылық жасап жатыр ғой. Ұстаз жақсыны ұстамы жақсы дейді, ұстаздар тартса адам болар еді. Не маған тартпай, не нағаштарына тартпай, тұқымына тартып тұр ғой бұл. Бар олғыр, бар олғыр. Балам, келдің бе? Әй, не болды? Шекең ісіп кетіпті ғой, кім тиді? Амангелді екеуміз соқтығысып қалдық. Солай ма? Мен сені мектепке білім алсын деп жібердім. Таяқ жесін деп емес. Бұл не масқара, тал түсте көгеріп келген. Шеке сіскеннің қандай болатынын көрсетем саған. Түс алдыма. Алпысының жетекшісін тауып бер маған. Ол кешірім салып. Әй, қойшы, рұқсаттың керегі жоқ. Сәлеметсіз бе? Әй, қой, не сәлемет? Ол не сәлемет? Алдымен мынаны айт. Балам неге біреуден таяқ жейді? Баламның шекесі ісіп кетіпті. Мен мектепте болдым апа. Балалармен сөйлестім. Қоңырауда коридорда қатты келе жатып бір-біріне түйісіп қалған екен. Түйісіп не басқа балалар түйіспей, менің балам түйісе ма? Асығыс қатты жүріп келе жатқан ғой сірә. Әй, қой, маған 80 сылтауыңды айтпа. Алдымен айт. Баланың бір жеріне зақым келсе қайтер едің? Мелс, Амангелдімен де біз бұл туралы сөйлестік емес пе? Ол сенен байқамаған айтып кешірім сұрады. Кластасың, сен оған кешірім бердің емес пе? Апама бұл туралы айтпадың ба? Айттым, бірақ апам тыңдамады. Неге мен тыңдайын? Тыңдамайын. Баламның шекесі ісіп тұр. Бұл факт. Енді қайтсем болады. Мына апай сөз ұқпайтын секілді ғой. Апа, бала ғой, ертең-ақ жазылып кетер енді. Қалай ол жазылады, сен бері қара. Давай шешім жатырған. Мәселе түсіністікпен шешесің. Болмаса заңға бер. Сіз тұрған орныңызды сыйлаңыз. Әңгіме тоқтатып, тезірек мектепте босатыңыз. Жүр, балам. Мына апаймен жеп қоюға шоқ түредім. Директор келіп жақсы болған қарашы. О, Аллам оқыс оқиғалардан сақтай ғой. Сақтай ғой. Ал Айгүл, қалайсың? Жақсы, баяғы үйдің тірлігі ғой, не істейін басқа. Айтпақшы Айгүл, сен кеше салонға барыпсың ғой, соның қызмет көрсетулері қалай екен? Иә. Қазір күтеді, Айгүл маған WhatsApp-тан бірден келіп жатыр.
Алло. Ассалаумағалейкум, Марат Омарович. Я қазір документтерді жіберемін. Сен шахматына. Қазір кетіп. Сол документтерді почтаға жіберемін. Жарайды, сосын хабарласамыз. Жоқ. Қызым, қолым тимей жатыр, кет тұршы. Сіз мынаны өте бердіңіз ғой. Қызым, анаңа айтшы, мен қолым тимейді жұмыстан. Дастан, Айша, келіңдер тамаққа. Қызым, кезіңдері. Айтпақшы Дастан, мына қараш, кеше Айгүл мен жұбайы екеуі ресторанға барып, қызының бір жасын тойлап. Қызың қараш, өсіп қалған, иә? Әке, ана, мен бүгін математика пәнінен 5 алдым. Жарайсың. Жақсы. Мен жұмыстарымды реттемей жатыр. Марат Омаровичке документтерді тездетіп жіберу керек. Сонда ғана жалақым өтіп бар. Басқа үйде келе жатқандар бар ма? Маған ата-анам көңіл бөлмейді. Анам күнде телефонмен, ал әкем болса үнемі компьютерде отырады. Менің жақсылықтарымды айтпайды, қуанышымен бөліспейді, менімен мақтанбайды. Бөтен балаларды қарап, соларды қызықтайды. WhatsApp-тағы жұрттың балдарын үлгі ете береді. Бұл менің өзім емес пе? Мен олардың туған қызы емеспін бе? Мен әкемнің менімен ойнағанын, қыдырғанын қалаймын. Ал анамның маған көңіл бөліп, сырласқанын қалаймын. Ал үнемі қасынан қалдырмай, үй тірліктерін үйреткенін қалаймын. Осы ғаламтор мен телефон кім ойлап тапты екен? Ал осы жағдай керісінше болса қалай болар еді? Ал Айгүл? Ау? Жақсы бәрі. Иә, шай әзірлеп тұрмайды. Саған кейінгі өзің хабарласайын жасың ба? Жақсы. Алло. Ассалаумағалейкум. Әке, келіңіз, шахмат ойнайық. Сізге кейінге хабарласам. Әке, келіңіз, шахмат ойнайық. Міне. Алдыңғы жолы жеңіп қалдың ғой? Ja, білемін. Анам не істеп жатыр? Анам шай әзірлеуде. Шай дайын болғанша шахмат ойнайық. Аха. Қазір. Бастап жүре бер. Аха. Мен жүрдім. Мен де жүрдім. Алақай, мен жеңдім. Жарайсың. Алдыңғы жолда емес, жақсы ойнап тұрсың. Өзге жатсыз. Дастан, Айша, келіңдер тамаққа. Ja, қызым, сабағың қалай жатыр? Әке, ананың бүгін математика пәнінен 5 алдым. Солай ма? Қане? Бәрі келді қызым, әкесі тартқан. Сіз өзіме тартқан. Айттым ғой саған. Я достан сабағың қалай жатыр? Шаруа жақсы. Марат Омарович документтерді тездетіп беріп тастап қойын. Әке, анамен бүгін жаңа би үйрендім. Қандай би үйрендің? Қара жырға биі. Қара жол ма? Қане көрсетші қызым. Жарайсың.